8 адам қосылыпты. Бастайық. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Менің есімім Макфуза. Қазақстан Республикасы, қазір Астана қаласынан эфирге шығып отырмын. Recording in progress. Құрметті, мінекей 20 адамға жақындап қалдық. Біріншіден, барлықтарыңызды бүгінгі 20 қараша дүниежүзілік балалар құқығын қорғау күнімен құттықтаймын. Балалар біздің келешегіміз. Неге бүгінгі вебинарды ата-аналарға, балаларға арнадым дедім? Себебі өздеріңізге белгілі, ата-анасынан артық балаға қорғаушы жоқ, дос та жоқ. Нәрестеге, сәби үшін анасының алақанынан артық пана жоқ. Ендеше, құрметті ата-ана, сіздер мен біздер сол бір өміріміздің, келешегіміздің жарқын жұлдыздары, балаларымыздың ақ жолмен жүруіне, басты құндылығымыз денсаулығы мықты болуына ең жауапты тұлға болып есептелеміз. Яғни, бәріміз бүгін неге жиналып отырмыз? Денсаулық, денсаулық және денсаулық. Осы тұста сіздерге айтқым келіп отырғаны, бірінші Бисмилла рахман рахим деп, біздің Құран кітаптың өзінде де жазылған осы бір керемет аяттарды осыған дейінгі вебинарымда айтқан болатынмын. Ал бүгін медицина саласының ақсақалы десек те болады. Бүгінгі таңда осы батыр дәрігер десек те болады, батыр ана десек те болады. Қанша рет өзінің әріптестеріне үндеу жолдады. Сол кісінің осы бір видеоролигін алғашқы бүгінгі вебинардың солымен бастағым келіп отыр. Елнұр мырза, Фатима Семеновнаның видеоролигін қоссаңыз. А вы знаете, что в Священном Коране, в суре Ар-Рахман, в 22-м аяте, Всевышний сказал, смысл такой: «Я дал вам жемчуг и кораллы». Кораллы. Видимо, японцы первыми догадались, что Всевышний подсказал людям, какое лекарство, созданное им самим, будет работать на клеточном уровне, оздоравливая человека, начиная с его основы. Рахмет. Мінекей, Фатима Семенова Фатима Беляловна неше жылдық медицина саласында қызмет жасаған, жанұялық дәрігер болған, гинеколог, акушер-гинеколог, бүгінгі таңда 70-тен асқан жасында осы бүгін сіздерге ақпарат бергелі отырған Beverly Believer компаниясының өнімдерінің әлемдік халыққа таратушы, ақпарат беруші, ерекше батыр дәрігер десем де болады. Неге дәл осылай бастағым келді? Себебі әрқайсыңыздың көкейлеріңізде, әсіресе жаңадан қосылған кісілерде бұл өнім қаншалықты әсер етеді? Бұл өнімді дәрігерлер ұсынады ма? Деген сұрақтарға жауап бергім келді. Иә, шет мемлекеттерде заң аясында енгізілген болса, биологиялық белсенді қоспаны дәрілік қасиеті бар екендігін және дәрігерлер өзінің ұсынымдарына қоса алатын болса, біздің мемлекетімізде қоса алмай жатқан жағдай бар. Алайда батыр дәрігерлеріміз де бар. Және сіз бен біз, құрметті ата-ана, өз балаларымыздың келешегіне жауаптылығымызды сезінсек,
біз де сол батыр дәрігерлерді тыңдауымыз керекпіз. Немесе өзіміз қолға алуымыз керекпіз. Себебі барлық аурудың, барлық денсаулықтың кепілі болып отырған бүгінгі таңда 21 ғасырдың жаңа өнімі деп айта аламын. Ол өнімдерді бүгін сіздерге үлкен мадақтап ақпарат беремін. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерге ұсынғалы отырған бұл өнім Shiseido Seika Corporation деп аталатын 107 жылдық тарихы бар Жапон концерн заводынан келіп отыр. Ал Beverly Believer компаниясы 2016 жылы 25 желтоқсанда Қазақстанда Алматы қаласында іргетасын қалады. Beverly Believer компаниясының негізін қалаушы президент Ли Николай Николаевич. Ол кісіге біз шексіз алғыс айтамыз. 49 жылға Shiseido фармацевтикалық компаниясымен келісім шартқа отырып, бәрімізге бүкіл дүние жүзіне қол жетімдетіп отыр. Сонау Жапонияға бармай-ақ, сіз бұл өнімді өзіңіздің есігіңізге дейін тапсырыс беріп, қол жеткізе аласыз. Бұл өнімдердің сиқыры қаншалықты керемет екендігіне бірнеше дәлелдер келтіреміз. Ал құрметті қонақтар, Shiseido Seika Corporation акционерлік қоғамы 1920 жылы құрылған тарихы көне фармакологиялық компания. Компания медикаменттік, өсімдік тектес дәрілік препараттар, диеталық өнімдер шығарумен және сатумен айналысады. Ал бұл өнімдер допингсіз, халал болып есептеледі. Әлемдік сертификаттарға ие. Жапон халқында, Жапон мемлекетінде клиникалық зерттеуден өткен. Ал құрметті отандастар, сіздерге тағы да бір ақпарат ретінде видеоны қосқым келіп отыр, бейне жазбаны. Елнұр мырза, бұл өнімді өз бетінше тексерген кісілерде болған. Якутиядан осы бір серіктесіміздің тексерген мәліметін қоссаңыз. Елнұр мырза. Работала в университете, в лаборатории, и мне самой тоже интересно было, что на самом-то деле, да. И я вот взяла таблеточку кальция, сделала как пробу и отнесла в институт геологии. Там есть рентгенофазовый анализ делать, рентгеноструктурный. Там именно выявляют, откуда золото, да, месторождение золота, там Куранатское или откуда-то, да. Я вот как пробу сделала и отнесла. А они мне говорят, откуда ты нашла такой древний минерал, кальцит и арганит? Вот именно они смотрят по кристаллической решетке. Все мы знаем, что алмаз и углерод, формула углерод, графит тоже углерод, да? Они отличаются именно вот кристаллической решеткой. Поэтому я очень обрадовалась. Это древний минерал. И спрашивают, откуда? Я говорю, Япония. А ты ходишь и японца проверяешь, да, говорят. И очень обрадовалась, что это действительно натуральный продукт. А на этом я еще не остановилась. Я растворила эту таблеточку в дистиллированной воде, отнесла, тут у нас Айонского 6 СС, многие знают, наверное, тоже. Растворила таблеточку и отнесла. Я там знаю, после аккредитации они купили очень хороший прибор. Попросила тоже сделать анализ. И там они посмотрели, вот действительно ли макроэлементы, микро, все ли есть, да? Да, там все вышло. Еще говорят, твой раствор чище эталона. Это тот, с чем сравнивают, да? И прибор не мог смотреть вот микро, допустим, сурьбу, тантала, да? Потому что я как инженер понимаю, что мы отстаем от Японии, да?
и наши приборы не могут это все увидеть. Вот. И я теперь поняли, да? И наши приборы не могут это все увидеть. Вот. И я теперь 100% действительно знаю, и все, вот в одной маленькой таблеточке есть все 50-60 минералов. Мінекей, құрметті ханымдар мен мырзалар, ғылыми дәлелденген 100% табиғи өнім туралы ақпаратты тыңдап отырсыздар. Яғни, қазіргі Beverly Believer компаниясының Жапонияның Окинава аралдары теңізін алынған тасқа айналған коралдар жоғарғы технологияларды қолданылып әзірленген белсенді ақмаржан минералдық кешені өнімнің ұсынуымен қызметін бастаған. Beverly Believer компаниясы, тағы да айтамын, 49 жылға Шоссе-де-Сека корпорейшнмен келісім шартқа отырған. Мінекей біздің GMP сертификаты, халал сертификаты және бұл өнім допингсіз екендігінің дәлелі. Ал құрметті ханымдар мен мырзалар, біз деніміздің саулығын, келешегіміздің зорлығын және сізбен біздің белсенділігіміз, балаларымыздың белсенді болуын бүгіннен бастап ойламасақ, ертең әрине химиялық, синтетикалық құрамында дәрі-дәрмекке жүгінетіндігімізді өздеріңіз белгілі. Сондықтан да ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Ал адам ағзасында аурудың өзі неден басталады? Адамның өзі 12 жүйесі бар. Барлық клеткалардан тұрады, да? Клеткаларымыз. Ал біздің сол 12 жүйеміздегі органдарымыз клеткаларымыздың шылақтануынан ғана аурулардың түрі пайда болатындығын сіздерге жеткізгім келеді. Алайда сол кішкене ғана клеткалар, тірі клеткаларды біз қажетті қоректермен қамтамасыз етсек қана олы тірі клеткалар туады. Ал ол клеткалардың дұрыс тамақтанбағаннан қазіргі экологиялық заманда тағамның өзінде қажетті макро-микроэлементтердің жоқтығынан сылақтанады. Отырықшы жұмыс жасағаннан сылақтанады. Себебі қан айналым нашар болғандықтан. Ал адамның қан тамырларының ұзындығымен мына бір жер шарын 2-3 рет орап алуға болады екен. Осыншалықты біздің қан тамырларының жүйесінің өте жіңішкелігі және оның барлығын біз қалайша таза ұстаймыз. Сондықтан бізде мұсылманда жылына 1 рет ораза ұстап ағзаны тазалау бар болатұғын болса, қазіргі экологиялық заманда жылына 2 реттен кем емес ағзаны тазалап отыру керек. Мінекей бүгінгі сіздерге біздің ұсынып отырған өніміміз ағзаны тек қоректендіріп қана қоймайды, және тазалайтындығын айтап өткім келеді. Ал сіздердің жаңағы мен ескертіп отырған клеткалардың шылақтануының 7 дәрежесін сіздер білесіздер ме? Мен сіздерге атап айтып өтейін. 1-ші дәрежесі ол шаршаудан басталады. Біз соны мән бермейміз. Басым ауырып тұр деп жата қаламыз. Алайда ол қанда, бауырда және асқазан, ішек жолдарында токсиндердің жиналғанының белгісі. Біздің органдарымыз тазарту функцияларын орындай алмай тұрады. Клетка шаршап тұрғанның белгісі. Екіншісі бас ауру. Қанда, ми қыртысында жүйке жүйесінде токсиндердің одан әрі жиналуы байқалады. 3-ші дәрежесі қазіргі өте жоғары дәрежеде орын алып отырған аллергия. Байқасаңыздар, жаста да аллергия, үлкен кісіде де аллергия. Бұл аллергия токсиндердің жиналуы қазір бауырда, бүйректе жалғасуда. Олар да өз функцияларын орындай алмай, бұл өзін қорғауға тырысатын дененің табиғи реакциясы. Аллергияның өзі
сол біздің ағзамыздың өзі шлактанғандығының белгісін беріп жатыр. Сыртқа шығарып жатыр. Бауыр қызметі төмендеп тұр. Мән беріңіздер. 4-ші дәрежесі тастар, липома, кисталар, миомалар. Егер біз денеміздің тазартумен айналыспасақ, онда токсиндердің жиналуы және олардың сақтауы жүреді. Яғни ағзада токсиндер сақталып отырса, ол тасқа айналады. Кеше туған әп-әдемі нәрестеде қайдан тас болады? Біз дұрыс тамақтанбағаннан, ағзамызды, клеткаларымызды торды дұрыс тазаламағандықтан токсиндердің жинақталуы тасқа айналдырып отыр. 5-ші дәрежесі семіздік, полиартрит, артрит, ревматизм. Қараңыздар, қазір осы полиартрит, артрит, ревматизм ауруларымен 3-тің бірі ауырып отыр десем, өтірік айтпаған болар едім. Ағза арқылы токсиндердің одан әрі таралуы жүреді. Мүшелер мен жүйелердің пішіндерінде, функцияларында дерлік қайтымсыз өзгерістер басталады. Ал 6-шы дәрежесі шлактанудың инфаркт, инсульт, гангрена, трофикалық жаралар. Бұл организмнің қатерлі ісікке дейінгі жағдайы. Ол токсиндердің көшкіне төтеп бере алмайды. Енді қараңыз, соңғы дәрежесі онкология. Бұл дегеніміз адам өзіне, тамақтануына, өмір салтына деген өте төмен көзқарастың нәтижесі. Ауыз су ішімін сақтамау, ластанған экология, суррогаттық өнімдер мен олардың компоненттерін жеу. Жаңа сізге айтып отырған отырықшы өмір салты. Осының барлығы ағзаның шлактануын әкеп соқтырады. Ал бүгін сіздерге осы ағзаны шлактанудан тазартатын ғажайып өнім туралы ақпарат бергелі отырмыз. Алдымен сіздерге жаңа ғана айтып өткен ғажайып қораптың атымен көрсеткім келіп отыр. Ол Magic Pack деп аталады. Magic Pack қорабы. Бұл қорапта 6 штук осындай бір қырыл кальцийі, жаңағы бізде айтып отырғанда тексерілген табиғи 100%. Қорапта 6, әрқайсында 60 таблеткадан 360 таблетка бір қораптан шығады. Және екінші өнім ол коэнзим QH деп аталады. 3 пачка шығады бір қораптан, әрқайсында 40 таблеткадан 120 шығады. Яғни бір қорапта 480 өнім шығады данамен санағанда. Бұл Magic Pack аудармасы ғажайып қорап деп аталады. Ғажайып қораптың құрамында осынша 60 макро-микроэлементтер бар. Бұл профилактикалық дозаспен ішкен кезде әр адамға 6 айға жетеді. Ендігі жерде бұл қораптың ішіндегі өнімдердің қандай пайдасы бар екендігіне тоқталайық. Magic Pack жапондық өндірушілердің денсаулығы мен ұзақ өмір сүруінің сиқыры деп айтсақ та болады. Яғни маржан кальцийі негізінде минералдар кешені біздің барлық қажетті микроэлементтермен қоректендіреді. Лактобактериялар біздің денемізге оны жақсы сіңіруге көмектеседі. Ал коэнзим бұл энергияның, денсаулықтың және жасықтың коктейлі әр жасушаға жеткізіледі. Magic Pack ғажайып өнімінің негізгі әсері тілдің астына сіңіп, біздің минералды кешен тікелей қанға түседі. Қанды сілтілендіреді. Яғни біздің тілдің астында мына жерде ең сезімтал тамырлар бар. Өзіңіз ойлап қараңыз, валерьянканы біз тілдің астына қойған кезімізде бір 15 минуттың ішінде ол өз әсерін береді. Тура солай бұл коралл кальцийдің таблеткалары тілдің астында жылдам ғана қанға тарай қояды. Екіншіден, қанның жұқаруы қоюлануының қарсы әсері. Анемияны емдейді, тыныштандыратын және антидепрессанттық қасиеті бар. Бактерияға қарсы, вирусқа қарсы әсері бар. Детокстық келесі әрекеті ағзаны токсиндерден тазартады. Келесі әрекет сүйек жүйесінің, буындарының және омыртқаның құрамы мен
қызметін жақсартады. Ғажайып қораптың негізгі маңызды әрекеті аурудың себебін арылтады. Тура осы тұста ары қарай тереңірек түсіндіретін болсақ, неге біз кальцийден бастап отырмыз? Не себепті кальций? Өйткені адам ағзасының 150-ден аса ауру түрлері кальций жетіспеушілігінен туындайды. Олардың арасында ең көп тарағаны остеопороз, сүйек салмағы мен сүйек кемігінің азаюы, сүйектердің сынуы, қан түзілуінің төмендеуі, ал анемияның пайда болуына алып келеді. Адам ағзасының қартаю процесінің жылдамдауы, ағзаның қолдануын жоғарылауы. Осының барлығы адамды толқуға және эмоционалдық тұрақсыздыққа алып келеді. Ал біздің белсенді маржанды кальций өзінің жаңа әрі заманауи формасының арқасында ең жоғарғы сіңімділікке ие. Өнімнің негізгі кальций карбонат фосфатиптер, кремний диоксид және 60-қа жуық маңызды минералдар бар. Мына таблицаға қарап отырыңыздар. Барлығымызға белгілі кальцийдің глюконаты жұмыртқаның қабығынан жасалады және адам ағзасына тек 9%-ға сіңеді. Таблицаға қарап отырыңыздар. Жануарлардың сүйектердің өңдеу арқылы жасалынатын кальций фосфат түрі адам ағзасына 14%-ға сіңеді. Өсімдіктерден алынатын кальцийдің лактат түрі адам ағзасына 16,7%-ға сіңеді. Маржандардан алынатын кальций карбонаты таза күйінде адам ағзасына 40%-ға сіңеді. Біз сіздерге жаңа технологиямен жасалынған кальцийдің адам ағзасына 97%-ға сіңімділігі бар түрін ұсынамыз. Біздің белсенді кальцийдің ерекшелігі: біріншіден 100%-ға таза өнім, екіншіден кальцийдің басқа түрлеріне қарағанда сіңімділігі өте жоғары. Үшіншіден құрамында магний қосқанда алғанда 60-қа жуық теңіз минералдары бар. Төртіншіден, ағзаның қылқылдануын тежейтін сілтілік қасиеті бар. Мына кестеде сіздер біздің өнімдердің құрамына кіретін кремнийден германийге дейін, алтыннан қалайырға дейін минералдар мен микроэлементтердің тізімін көре аласыздар. Жапониядағы клиникалық зерттеулерден кейін келесі жағдайда белсенді маржанның кальцийдің оң әсері дәлелденді. Тіс пен сүйектердің жағдайын жақсартудағы оң әсері, остеопороз кеселін емдеу кезіндегі ағзаға көмегі, аз қимыл қозғалыс өмір сүру салтына байланысты туындайтын жоғарғы қан қысымы, гиперлипидемия сияқты ауруларды емдеуге жағымды әсері, қант диабетін емдеу барысында ағзаға оң әсері, ағзаның қылқылдануы мен қартаюын күресуде профилактикалық әсері, стресспен күресуде адамның эмоционалдық жағдайын қалыпқа келтіруде оң әсері. Көптеген адамдар біздің белсенді кальцийді қолдану барысында денсаулықтарының оң нәтижелері алды. Алайда компания онымен тоқталмай, маржанды кальцийді керемет толықтыратын тағы бір бірегей өнім ол Magic Longevity. Жаңа сіздерге айтып өткен осы бір қораптағы Magic Box'тағы екінші өнім Magic Longevity деп аталады, коэнзим QH. Бұл өнім ұзақ өмір сүру құпиясы. Бұл өнімнің 6 негізгі қызметі бар. Адам ағзасында энергия алмасудың күшейтудің арқасында барлық органдардың жұмыс жасауын жақсартады. Біздің түрлі аурулардан қорғайды. Барлық бұлшықеттердің жұмысын жақсартады. Әсіресе мынау спортпен шұғылданатын ортамызда кісілер болса, мұқият тыңдаңыздар. Мидың жұмысын жақсартады, жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартады және қан тамырларын тазалайды, жақсартады, тері жасушаларының жаңаруына әсер етеді. Сол себепті ешкімде Magic Longevity'ге бейжай қарамайды. Жасырмаймыз, Қазақстанда нарығында осыған ұқсас өнім бар. Ол Q10. Алайда жақында жапондық Kaneka фирмасының зертханасы коэнзим QH жаңа формуласын тауып шығарды. Бұл жаңа формула қайта қалпына келтірілген коэнзим QH. Ол әлде қайда әсерлі және адам ағзасына өте тез сіңеді. Жапондық зерттеушілермен дәлелденді. Үзбей күнделікті түрде QH ферментін қолдану адам өмірінің сапасын әлде қайда жақсартады. Және адам ағзасын орташа есеппен алғанда 15 жылға
жақсартады. Ең маңыздысы ол ішек жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Magic Pack бұл жапондық өндірушілер ұсынған денсаулық пен ұзақ өмір сүрудің таңғажайып құпиясы. Белсенді маржанды минералдық кешен біздің ағзамызды қажетті микро-макроэлементтермен толтырса, коэнзим энергия, денсаулық, жастық коктейлімен әрбір жасушаны нәрлендіреді. Және бүгін сіздердің назарларыңызға Beverly Believer брендінің тағы бір бірегей өнімін ұсынар алдында дәлел ретінде мамандарды тыңдағанды жақсы көреміз ғой. Бәріңізге белгілі профессор Дадалидің макро-микроэлементтердің адам ағзасына өте пайдасы зор және жастай кезде қабылдау қажет екендігі туралы бейнероликті қосуды ұсынамын. Елнұр мырза. Поэтому, дорогие коллеги, я лекарств не пью, а обхожусь природными соединениями. И если это все использовать так, как мы сегодня говорили, только вовремя, не тогда, когда гром грянул уже в 70 лет начинается, а вот у меня инфаркт был, что теперь делать? А надо начинать с молодого возраста, хотя бы, я не буду говорить с детства, хотя должно начинаться с детства все это, но хотя бы с 20-30 лет, то уверяю вас, что вам 80 лет, в 70 лет не надо будет использовать пригоршни лекарств, которые ваш организм отравляют одновременно. И, может быть, вам удастся тоже совершить восхождение на пик Чигет. Мінекей, құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерге профессор Владимир Абдуллаевич Дадалидің ұсынымы, яғни жас кезден бастап макро-микроэлементтерді әрбір клеткаларыңызды қоректендірумен үзбей ағзаңызға беріп отырсаңыз, 80 жасқа келгенде, 70-80 жасқа ешқандай химиялық, синтетикалық құрамы бар дәрі-дәрмекті ішудің қажеті жоқ екендігін айтып отыр. Ол кісінің жасы біраз жасқа келген, әлі күнге дейін химиялық, синтетикалық құрамы бар дәрілерді ішпейтіндігін айтып отыр. Ал келесі Beverly Believer компаниясының өнімдерін толықтырып отырған супер омега өнімі туралы сіздерге толығырақ ақпарат берейін. Не себепті супер омега? Ол құрамында қан тамырларын тазартуға, қан айналымын жақсартуға, жоғарғы қан қысымын алдын алуға арналған компоненттер бар жоғарғы сапалы биологиялық белсенді қоспа. Супер омеганың құрамы әлемде еш жерде кездеспейтін бірегей қоспалармен ерекшеленеді. Ол сквален, балық майы омега-3 және натрокиназа. Сквален, скуалаус, тектес терең теңіз акулаларының буындарынан алынған сығынды. Ол супер омеганың 60% құрайды. Скваленнің сумен әрекеттескен кезінде молекулалық оттегі бөлінеді. Дәл сол себепті бұл акулалар теңіз түбінде 1000 метр тереңдікте жүзе алады. Скваленді басқаша оттегі витамині деп атайды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, әлемді жаулаған 2020 жылғы вирус кезінде біздің клеткаларымызға оттегінің жетіспеушілігінен қаншама кісілерден айырылып қалғанымызды еске салғым келіп отыр. Әрине, сол кезде өзім де қатты ауырған болатымын. Больницадан жан сақтау бөлімінен шыққаннан кейінде ауа жетіспей көп қиналатымын. Осы бір супер омега өнімін өте қатты жақсы көрем. Мына оттегі жетіспеген кезде бастың қаншалықты ауыратындығын, бас тамырларының қанша қысылатындығын өзім басымнан өткізгеннен кейін осы супер омега өніміне бей-жай қарай алмаймын. Сіздерге де осы өнімді ішуді ұсынамын. Бұл скваленнің қасиетін жасушаларды оттегімен қанықтандыратындығын тағы да атап өткім келеді. Ағзаны бос радикалдардан босатады. Зат алмасу процесін жақсартады және иммунитетті көтереді. Ісікке қарсы, вирустарға қарсы, саңырауқаттарға қарсы айқын әсері бар. Ерте қартаюдың алдын алады. Келесі ингредиент балық майы омега-3. Тек қана тағамнан алынатын, алмастырылмайтын қанықпаған май қышқылдары адам ағзасында синтезделмейді. Ол жүрек қан тамырлары жүйесінде
қимыл қозғалыс жүйесіне өте қажетті тромбылардың түзілу қаупін төмендетеді. Бұл біздің қан тамырларын берік әрі төзімді ететін жалғыз өнім. Натокиназа жапондықтардың ұзақ өмір сүруінің негізгі құпиясы. Натта құрамында натта бактериялары бар, ашытылған бұршақтардан жасалған негізгі дәстүрлік тағамдардың бірі. Ол тромбылардың ыдырауына және атеросклероздың түйіршіктерінің жойылуына көмектеседі. Көп мөлшерде қолданудың өзі адам ағзасына мүлдем зиян келтірмейді. Ол аспириннің тиімді, шынайы әрі табиғи түрі. Құрметті ханымдар мен мырзалар, мінекей осы натокиназаны күнделікті қолдану арқылы Жапон елінде жүрек қан тамыр аурулары тіптен жоқ екен. Қараңыздар, жүрек қан тамыр аурулары әлемде бірінші орында өлімдің бірінші орын алып отырса, Жапон халқында жүрек қан тамыр ауруларының мүлдем жоқ екендігін қандай ерекше қуантады. Және біз сол Жапон халқынан көп нәрсені үйренуіміз керек. Алда дамып кеткен бұл мемлекет Хиросима, Нагасаки кезінде ұлттың жоғалып кету қаупі тұрған кезде, ал оның барлығын жеңіп қана қоймай, бүгінде ұзақ өмір сүру халқы ретінде танымал. Келесі өнім туралы сіздерге ақпарат берейін. Келесі өнім Топ-Форс. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Топ-Форс ұзақ өмір сүру энергиясы десек болады. Неге? Тиімді салмақ тастау, қан диабетін алдын алу және емдеу үшін қоректік заттар мен дәрумендер толықтырылған биологиялық белсенді қоспа. Құрамында жапондық горчник пен топинамбур. Жапондық горчник ол ұзақ өмір сүру өсімдік екен. Ол тек қана Жапонияның Окинава аралында өседі. Құрамында антибактериалды, антивирусты, қабынуға қарсы және ең бастысы біздің онкологиялық аурулардан қорғайтын әрекеті бар. Құрамында хлорген қышқылының көп мөлшері бар өнімнің көзі. Сол бір горчник, жапон горчнигінің бір жапырағын жесеңіз, бір күнгі өміріңізді ұзатады деген Жапон халқында қалып кеткен осындай әдемі сөз бар, нақты дәлелдермен. Топинамбур инулиннің табиғи көзі. Топ-Форс құрамының инулиннің максималды мөлшері 35%-ын құрайды. Естеріңізге салып өтейік, инулин инсулиннің қауіпсіз табиғи түрі. Топинамбурдың қасиеттері: метаболизмді жақсартады, қан диабетін алдын алады және емдейді, қан айналымының жұмысын нығайтады, әлсіздік пен ісінуді жояды, ішек жұмысын жақсартады, атеросклерозының алдын алады, гормоналды тепе-теңдікті реттейді, жалпы жағдайды жақсартады, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өздеріңізге белгілі, ішек жұмысын жақсарту арқылы иммунитетті көтеру қажет екендігі. Құрметті ата-аналар, тағы да айтқым келеді, бүгінгі вебинарды балаңыздың өмірлік белсенділігін арттырғыңыз келсе, иммунитетін көтеріңіз деген тақырыппен ашқан болатынмын. Иммунитетті көтерсеңіз, балаңыз әрбір вирусқа, қазіргі орын алып отырған грипптің асқынып отырған кезде, ішек жолдарының инфекциясының қозып отырған кезінде, осы бір Топ-Форс өнімін, табиғи өнімін беру арқылы балаңыздың иммунитетін көтеретіндігіңізді тағы да айтқым келіп отыр. Мен де анамын, 3 баланың анасымын. Осы бір ғажап өнімдерді беру арқылы балаларымның иммунитетін көтеріп отырған нақты жағдайым бар. Ал Топ-Форс жапондық өндірушімен жасалған энергия мен ұзақ өмір сүрудің негізі десем, артық айтпаған болатын едім. Құрметті ханымдар мен мырзалар, келесі өнім For Beauty. Елнұр мырза, For Beauty'дің слайдтарын қоссаңыз, For Beauty. Бұл ғажап өнім Нутри-косметика программасын деп аталады. For Beauty
денсаулық пен сұлулық капсулалары деп те атауға болады. Бұл бірегей өнімнің құрамына жоғарғы сапалы және тиімділігі жоғары ингредиенттер кіреді. Олар эластин, балықтың қолқасынан алынған. Бұлшық еттердің жиырылуына жауап береді. Коллаген, теңіз балықтарының терісінен алынған. Ол тері тіндерінің созылуы мен қайта қалпына келуіне, тері тіндерінің тұтастығына жауап береді. Коллаген деген кезде қазір бұл балықтан алынған екендігін тағы да айтып өткім келеді. Гиалурон қышқылы синавалдық сұйықтықтан түседі. Буындардың қуысын толтыратын қою масса. Буындарымыздың икемді болуына мүмкіндік береді. Қазір буын аурулары өте асқынған кез болып отыр. Буын ауруларына бірден-бір көмектесетін осы форбьюти өнімін жақсылап түсініп алсаңыздар екен. Және құрамында церамид бар. Терінің негізі ол жасушаларды ылғалдылықтан сақталуына жауап береді. Өйткені тері құрғақтығы ол ағзаның қартаюының белгісі. Мән беріңіздер. Форбьютиді қолдану арқылы сіз қан айналымын жақсартасыз. Ал бұл атеросклерозын алдын алатын керемет мүмкіндік. Форбьютиді қолдану арқылы сіз жастық, икемділік пен буындардың жақсы қимылын жақсартасыз. Біздің өнімді қолдану арқылы сіз өз теріңізді серпімді әрі мақпалдай жұмсақ етесіз. Ең бастысы форбьюти қолдану арқылы сіз теріңізді қайта қалпына келтіріп, бұл жастық пен әдеміліктің кепілі. Құрметті ханымдар мен мырзалар, коллаген, эластин, гиалурон қышқылы, церамид құрамында бар бұл форбьюти өнімін қолдансаңыз, буын қазіргі көптеген орын алып отырған грыжа, артрит, артроз, тағы қандай, ота жасалынғаннан кейінгі адамның қалпын тезірек қалыпқа келтіру, ота жасағанға дейін де адамның ағзасын толыққанды төтеп беруге, ота жасауға дайындайтын өнім ретінде қабылдауыңызды ұсынамын. Келесі ғажап өнім ол RotLife. Бұл ғажап өнімді компаниямыздың флагмандық өнімі деп айтамын. RotLife жақсарудың күші және қайта қалыпқа келудің негізі. RotLife-тың дайындалуының өзінде үлкен мән бар. Жерді 2-3 жыл пептидтерден тазалап, одан RotLife өнімінің 7-9 жылдық жапондық ақтау женьшенін дайындалған биологиялық белсенді қоспа екендігін айтқым келеді. Бар есептеген кезде 11 жыл бойы дайындалатын бұл RotLife өнімінің ағзаға беретін керемет көмегі әсері бір сөзбен айту мүмкін емес. Жапондық ғалымдар RotLife-тың белсенді қоспасын иммунитетті көтеру үшін, жасушаны қартаю процесімен белсенді түрде күресу үшін, зомби жасушаларды шығару үшін таптырмас өнім ретінде ұсынады. RotLife зомби жасушалары иммун 78 компоненттен кіреді. Соның ішінде барлық баламасы жоқ, яғни алмастырылмайтын амин қышқылдары мен алмастырылатын амин қышқылдары, витаминдер, минералдар және басқа да адам ағзасына қажетті элементтер бар. RotLife өнімінің ішінде негізгі белсенді қоспалары аргинин, гамма амина қышқылы, коэнзим Q10, супероксид дисмутоза. RotLife-тың әрекеттері: иммуностимуляциялық әрекеті, қарапайым герпес вирусына қарсы күресу әрекеті, ВИЧ, жүре пайда болған иммун тапшылығына қарсы әрекет, тағы да айтам, иммундық тапшылыққа қарсы әрекет, нейроқорғау және склерозға қарсы әрекет, қан тамырларын кеңейту әрекеті, ісікке қарсы әрекеті бар. RotLife арнайы жапондық Шоссейда фармацевтикалық зауытымен тек қана Beverly Believer компаниясына арналып шығарылған. Баламасы жоқ, экологиялық таза, жоғарғы нәтижелі, қауіпсіз өнім. Бұл RotLife өнімі сіздерге
қандай ауруларға әсері бар деген кезде бір ақ ауыз сөзбен жауап бергім келеді. Яғни, онкологияны емдейтін болғаннан кейін басқа ауруларды емдеу Ротлайф арқылы өте оңай деп айтсам болады. Тура осы тұста онкология ауруын емдейді ма, емдемейді ма деген күмәніңіз, сұрағыңыз көкейіңізде тұрса, тағы да бір батыр медициналық қызметкердің бейнеролигін қосқым келіп отыр. Осы кісілермен біз мақтанамыз. Раушаня Раисовна, акушер-гинеколог, натуропат, батыр, дәрігер. Тыңдаңыздар. Продукт, который помогает при онкологии. Друзья, по онкологии очень много результатов. Меня всегда хотят тормозить, говорить, не говорите, что продукт лечит. Лечит! И я докажу, как врач-эксперт, старый как скажет, что он лечит. И никто меня от этого не остановит. Потому что я вижу результаты. Буквально в декабре месяце ко мне позвонила моя знакомица с Ташкента, которая заболела онкологией, опухоль 17,9 сантиметров. Возили по врачам-онкологу, хотели оперировать. Друзья, все врачи-онкологи отказались. Неоперабельно, говорят. Дети ревут, звонят мне, тетя, что вам делать? Я говорю, я знаю, что делать. Заказывайте продукт ударами. Это мы были тогда в Дубае, отдыхали. Я, сидя в Дубае, заказала им продукт, пили ударом дозировки, сейчас гуляет, отеков нет, живот собрался, прекрасно себя чувствует, опухоль уменьшилась в 3 раза. Разве не лечит, друзья, бегут? Ал, құрметті ханымдар мен мырзалар, ал енді осындай батыр дәрігерлеріміздің әрбір тұлғаға айтып отырған осы бір тұжырымдамасы бейжай емес. Ол кісілердің ақпарат арқылы қаншама кісілер онкологиядан емделгені осы кісінің жан айқайымен айқайлап айтып тұрған сөзінің дәлелі емес пе? Келесі өнім топ детокс. Сіздердің назарларыңызға топ детокс өнімін ұсына отырып, ағзаны толық тазалау және барлық органдардың жұмысын қалыпқа келтіру бағдарламасы десем болады. 2024 жылы арнайы жапондық мамандармен жасалған заманауи өнім. Бұл бірегей өнім ағзаны тек токсиндерден ғана емес, радиация мен улы заттардан да тазартады. Тағы да қайталап айтамын. Ағзаны тек токсиндерден ғана емес, радиация мен улы заттардан да тазартады. Құрамы брокколи өскінінің сығындысы, жапондық карбикула сығындысы және ашытылған тежапырақ тамыры. Негізгі белсенді компоненттері сульфорафан, таурин және белсенді целлюлоза. Топ-форсының негізгі емдік қасиеттері адам ағзасының барлық жүйелерінің жұмысының жақсартуға көмектеседі. Өте мықты антиоксидант болып табылады. Жасушаны жаңартудың негізгі активаторы. Қартаюдың алдын алуда таптырмас өнім ретінде ұсынылады. Қатерлі ісік жасушаларын жоюды және ісіктің өсуін тежейді. Бауырды тазартады және оның жұмысын жақсартады. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біздің ағзамыздағы 12 жүйеміздің жұмысының жақсаруына бірден-бір бауыр мен жүректің қызметі ең маңызды. Ал бауырды тазарту сізбен біздің басты міндетіміз. Бауыр жұмысын төмендеткен кезде ағзаға токсиндерді жіберіп қояды. Ол қан тамырға өтіп кетеді. Одан жүрек жұмысын төмендетеді. Одан ары қарай шлактар өтіп кеткеннен кейін, жаңа мен жоғарыда айтып өткен, ағзаның шлактануы орын алып, қаншама түрлі ауруларды қоздырады. Сондықтан ағзаны тазартып отыру керек. Әрі қарай жалғастырамыз. Детокс өнімі ағзадағы зиянды заттар мен токсиндерді шығарады. Ішек қызметін реттейді, тазартады және қайта қалыпқа келтіреді. Ісінуді болдырмайды.
холестеринді төмендетеді және қанның қоюын жояды. Тері реңін жақсартады, иммунитетті көтереді, құрметті ханымдар мен мырзалар. Сондай-ақ ишемиялық ауруға қарсы және жүрек қан тамырларының ауруларын күресуде ұсынылады. ШСДСК Corporation зертханасы біз үшін 9 айдан астам уақыт бойы эксклюзивті топ детокс формуласын дайындады. 9 айдан астам уақыт. Қаншама еңбек, қаншама мамандар жұмыс жасады. Сіздер мен біздер үшін керемет емес пе? Сонау Жапонияға барып алып келудің қажеті жоқ. Ізденіп, не істесем болады деп әр мамандарға барудың қажеті жоқ. Мінекей дап-дайын сіздерге бауырды тазартудың, иммунитетті көтерудің керемет өнімі ұсынылады. Тек сайт арқылы заказ берсеңіз, есігіңіздің алдыңызға келіп отырады. Өнімді дайындау барысында ТМД елдерінің табиғи және тағамдық ерекшеліктері халқымыздың қалауы мен әдет ғұрпы, белгілі бір микро және макроэлементтердің, витаминдердің, амин қышқылдарының жетіспеушілігі ескерілді. Зауытынан ШСДСК Corporation зауытынан шыққан топ детокс бағдарламасын әлемдік нарыққа шығару бойынша жалғыз сертификатталған дистрибьютор Beverly Believer компаниясы екендігін тағы да айтқым келіп отыр. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұдан асқан қандай бақыт бар? Біз үшін, біздің денсаулығымыз үшін ағзамызды тазартып, макро-микроэлементтермен толықтырып, және біздің әрбір клеткаларымызды, кішкентай ғана біздің, бұл біздің біз әрбір клеткамыздан тұрамыз. Соларды қорғауға дайындайтын бұл өнімдерді қалай қабылдамасқа? Тура осы тұста тағы да айтып өткім келеді. Сұлулық, сақтау және осы айтып өткен өнімдердің енді крем түрінде тағы да бір өніміміз бар. Ол крем-гель Double Luxury деп аталады. Қысқаша ғана айтып өтейін, бірегей. Себебі құрамында органикалық германий, сквален, женьшень сығындысы, фитака шаңырауқұлақ сығындысы және тағы басқа белсенді қосымшалар бар. Әмбебап. Әйелдерге де, елдерге де қолдануға болады. Кез келген теріге қолдануға болады. Күндізгі, кешкі кремді алмастырады. Құрметті әдеби біздің сұлу келіншектер 5 этап, 3 этап, 7 этап деп жаңағы пайдаланатын кремдеріңізді бір ғана осы Double Luxury бір ғана крем алмастырады. Аллергия болдырмайды, ең жоғарғы премиум класс тобына жатады. Double Luxury көп функциялы косметикалық өнім, құрамында органикалық германий, сквален және басқа да көптеген косметикалық компоненттер бар. Бір принцип бойынша қолданылады. Осы компоненттердің арқасында крем-гель, лосьон, сыворотка және сүт қасиеттерін тамаша үйлестіреді. Ал құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерге мен қысқаша Beverly Believer компаниясының өнімдерін таныстырып өттім, және көздің айналасының күтімінен алынған Beauty 2 деген өнімдер де бар. Қыз келіншектерге мақтанып айтамын, бұл өнім тез арада қабақтың терісін лезде көтеретіндігін. Аналарымыз тойға бір әдемі болып барғысы келеді ғой, сол өнімді жаға қойсаңыз, анаңыздың бір 5-10 минутта көздің айналасындағы әжімінің көтеріліп әдемі болып қалғанын байқайсыздар. Анаңызды сол бір аз уақытта бақытты ете аласыз. Ал енді сіздердің назарларыңызға ұсынылған өнімдер тиімді ме? Нәтижелеріне кезек берейік. Тек қана шет мемлекеттер емес, біздің Қазақстанда, отандасым, әлемде барлығы пайдаланып отыр. Енді алысқа ұзамай, өзіміздің отандастарымыздың осы өнімді пайдаланғанда қандай нәтижелері алып отырғандығына мән беріңіздер. Ортаға Ақжолова Жібек ханымды шақырамын өзінің нәтижесімен бөлісуге. Ортамызда Жібек ханым болса, ортаға нәтижесімен шықса. Жібек ханым дайын болғанша, Даутов Әміржан мырза. Жібек ханым, иә, сәлеметсіз бе? Алло, Жібек ханым, сіздің микрофоныңызды қостыңыз, дауысыңыз шықпай қалды. Жібек ханым, Астана қаласының тұрғыны. Енді жақсы естіліп тұр, тыңдап тұрмыз сізді.
Қайырлы кеш. Баршаларыңызға менің есімім Ақжолова Жібек болады. Менің 2 жасар кішкентай ұлыма ЗПР деген диагноз қойып еді 2 жасында. Қазір бізде 2 жас 6 ай. Сөйлей бастадық. Осы сиқырлы қорапшаның арқасында. Бұны мен өзімнің марқұм Нұржанова Сәуле ханым спонсор. Сол кісінің WhatsApp-ынан көргем. Сол кісіге звондап сұрағанда, мен жолдасымды осымен рактан емдедім деді. Ол кісі күшті результат алған. Және алып беріп көр балаңа деді. Нәтижесі өте керемет. Коэнзим QH пен коралловый кальций іштік. Бір қорапшасын бітірдік. Бірінші курсын, енді екінші қорапшаға қазір заказ береміз, Алла қаласа. Балапаным біртіндеп сөйлей бастады. Бұрын мама, папа, дай ғана білетін. Қазір сөздерін қосты уже. Нәтижесі өте керемет. Енді Алла қаласа 3 жасымызда неден учеттан шешілеміз. Проверкасын өттік. Коралловый кальцийдан 2 штугынан беріп отырдым. Коэнзим QH-ты күніне 1 рет қана ішіп отырды. Балапаным бірінші рет жарты пачкасын жеп қойған коралловый кальцийдің негізі. Сосын соған переживать етіп дәрігерге подругам бар, инфекционист, ол кісіге көрі отравление алған жоқ па деп жүгіріп соған барғам, баламды құшақтап алып, жоқ, бәрі жақсы, не переживай, все будет хорошо деп составын оқып көргеннен кейін ештеңе болмайды деді оған. Сонымен міне Аллаға шүкір. Мұндамын шүкір тәуба етем. Ең бірінші Аллама, сол марқұм Нұржанова Сәуле ханымға, спонсорыма өзімнің рахметім шексіз тек. Сіздерге айта кететінім, қорықпаңыздар, алыңыздар. Жапондық өнім таза, природный продукт. Нәтижесі өте күшті. Өзімде давлениедан емделдім. Анемия болды, анемиямда қазір түзелді. Так что берите, пейте, рискуйте, как говорится. Нәтижесі өте жақсы, керемет. Жібек ханым, өзіңізге, балапаныңызға ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Сіз мақтанасыз. Сіз балаңыз үшін жан айқайыңызды Алла тағала естіп, сізге нәсіп еткен, Алла тағалаға шүкір айтамыз. Рахмет ақпаратыңызға. Келесі нәтижесімен бөлісуге ортаға Әміржан мырзаны шақырсақ. Осындамын. Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілінде. Сіз орыс тілінде айтам десеңіз де, сізге рұқсат. Айтсам бол. Жарай, орыс тілінде айта берейін. Менің немерем бар, қазір 3 жаста ол. Сол ана басында не қылғанда, год когда он было, бізге айтты ғой, повышенный билирубин. Содан кейін айтты ғой бізге, средняя степень аутизма деп. Мы купили сразу 1 упаковку коэнзим, минеральный корпус коэнзимен, коралловый кальций он бердік. По 1 таблетке коралловый кальций, по 1 капсуле коэнзим QH деген. Ребенок сейчас свободно разговаривает. Раньше он не смотрел, не откликался. Мама, папа деген білмейді, ешкімді білмейді. Бізді не қылмайды, вообще не воспринимает как родителей. Қазір бәрі дұрыс болып жатыр. Сейчас свободно общается, знает язык, считает от 1 до 10 и туда, и обратно, на русском, на английском, на казахском. Она стихотворение, песни, все наизусть знает. Так что коралловый кальций – это отличная вещь. Рекомендую всем родителям. Бұл менің немерем. Менің 6 немерем бар, сол осы немерем бергенмін. Сол қазір бәрі жақсы болып жатыр. Содан кейін скажу свой результат. Мен мұғалім болып істеп жатырмын мектепте. Вот 26 лет работаю в школе учителем. Каждый год учителя, знаете, проходят медосмотр. 26 лет у меня всегда говорили, хронический бронхит. Бил барсам, легкие и чистые. Я сам выпил 2 упаковки кораллового кальция. 2 упаковки Magic Pack. Вот результат, пожалуйста, чистые, легкие, хотя говорили, что это не лечится. Хронический бронхит нету. Внук отличный. Это отличный продукт, так что продукция отличная. Всем рекомендую. Әміржан мырза, сізге көп рахмет. Сізге, отбасыңызға денсаулық тілейміз. Сіз батыр әкесіз. Рахмет сізге. Атамын, ата. Әкесіз, атасыз. Енді ол немереңіздің әкесі сіздің балаңыз ғой.
Иә. Әке, сіз, иә, зор денсаулық тілейміз сізге. Нәтижеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Ал тағы да сіздердің сенімдеріңізге ешқандай күмән болмасын деп, ортаға Гүлжан ханымды шақырамыз өз нәтижесімен бөлісуге. Макфуза ханым, саламатсыз ба? Көп рахмет сізге. Бүгінгі мектеп өте керемет, өте креативный мектеп. Көп рахмет сізге. Менің серіктесімде өте айқын нәтиже. 10 жастағы қыз бала, тахикардия, әлсіздік, псориаз, тері бөртпелері болды. Magic Pack қабылдағаннан кейін алғашқы күндерден бастап 4 апта бойы ағзадан тірі паразиттер шықты. Горшок шевелился деп, содан сондай сөз шықты. Горшок шевелился деп. Лимфа тазарып, құлағынан иісі бар, сап-сары сұйық ақты. Енді қазір баланың денесі тап-таза, анасы менің балам жаңадай туғандай деп солай айтып жүр. Даже келген қонақтар, туыстар бәрі айтады, терісі қандай тап-таза, қандай жақсы. Сондықтан құрметті ата-аналар, Beverly Believer өнімін балаларыңызға алыңыздар. Үлкен сеніммен алыңыздар, беріңіздер, қорықпаңыздар. Өте керемет нәтиже аласыздар. Макфуза ханым, сізге көп рахмет, өте креативный, өте күшті бүгін мектеп болды. Көп рахмет сізге, алғысымыз шексіз. Рахмет. Гүлжан ханым, денсаулығыңыз мықты болсын, балаларыңыздың денсаулығы мықты болсын. Нәтижеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Ал тағы да келесі нәтижеге кезек берейік. Қарашаш ханым, Астана қаласынан ортаға шықсаңыз. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Қарашаш. Мен Beverly Believer'ін ішіп нәтиже алып отырғаным. 2003 жылы менің осы сол жақ көзім жанынан ақ тамба түсіп, ақ дақтар болып пайда болды. Содан соны мен бәрін обследование өткеннен кейін маған витилиго деген диагноз қойылды. Ол ешқайда емделмейді, солай қойылды. Бірақ мен пыталась емделіп, народный лечение деп не алдым, бірақ ештеңе не аталмадым. Содан кейін маған қоңыр дақтар пайда болды. И бетімнің, көзімнің қолында бүкілінен ақ қоңыр сондай пайда болғаннан кейін осы Beverly Believer'дің коралловый кальцин Magic Pack'ты ішкеннен кейін постепенно нәтиже көрдім. Содан одан Root Life'пен әлгі топ детоксты қосқанда менде бетімде кәдімгідей қоңыр дақтар ағарып, өзіне келіп, ақ дақтар өз терін түсіне кішкене келіп, осылай результат алдым. Соны ішіп жүргенде менде вообще 2001 жылы пупочная грыжа деген диагноз қойылған. Сол нені мен өзім әлгілерді ішіп жүргенде байқамай да қалдым, қалай менің кіндігім орнына тұрып, бәрі жақсы болып, аяғымдағы варикозное расширение вены бәрі жаңадай болғандай бәрі жақсы болды. Сол бірақ сосын осы өз немерелеріме всегда для практики нету беру үшін бір таблеткадан кешке қарай беріледі профилактика үшін. Соны Beverly Believer өнімдерін балаларыңызға үлкен сеніммен беріңіздер. Керемет нәтиже аласыздар. Профилактика үшін это уже надо подключать детей к этому. Керемет, Қарашаш ханым, сіз қандай керемет анасыз. Ана айтады ғой, рисковать етпесек, ана қорқып, ана ішуге болады, болмайды ма, дәрігер ұсынады ма, ұсынбайды ма, осындай сұрақтардың бәрін артқа жіберіп, ішіп денсаулығыңызды жақсартып, енді балаларыңызға беріп жүрген батыр ана, сізге көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын, немерелеріңіздің рахатын көріңіз. Ендігі жерде құрметті ханымдар мен мырзалар,
сіздерге өз нәтижеммен бөліскім келіп отыр. Мен сіздерге айтсам, мінекей қаншама дәрігерлердің жаңағы диагноздары қойылған маған. Біріншіден айтқым келгені 2007-2008-ден омыртқаның грыжасымен әбден мен қиналған болатынмын. Орнынан тұра алмай қалған жағдайда болған. Мінекей соңғы мәліметтермен грыжаның размері 4 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Мінекей 1, 2, 3, 4 жерде грыжа бар екендігін айтқым келеді менде. Осы бұл диагнозбен постоянно өзімді күтіну барлығы тек осы өнімдермен орын алып отырғандығын айтқым келеді. Және де жаңа осыған дейін айтып өткендей 2020 жылы әлемді жаулаған вирустың өршіген кезінде жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратын кісілер көбінесе қатты қиналды. Мен өзім тромбофлебитпен бірінші баламды босанғаннан бастап варикозбен әбден қиналған болатынмын. Өйткені екі бүйрегімнің дұрыс жұмыс істемегеннен салмақ қосып гистоз болып, ары қарай жаңағы қан тамырларымның қанның қоюланып, тромбы болған жағдайы болған. Сондықтан менде сол 2020 жылғы вирус маған өте қатты соққы болды. Жансақтау бөлімінде жатып, шыны керек, жаңағы мені адам болады ма, болмайды ма, өте үлкен сұрақ болған еді. Ендігі жерде Алла тағала нәсіп етіп көретін жарығым бар екен, сол жансақтау бөлімінен аман есен шығып, ары қарай тағы да күтім қажет болды. Мен дәрігерлердің көмегімен не жүгініп, және дәріхананың көптеген дәрілерін қабылдап, шыны керек жансақтау бөлімінде маған жаңағы система арқылы жаңа құятұғым болса, менің тамырларым системаны қабылдай алмай қалған жағдай орын алды. Мына кішкентай сәбилерге салатын бабочка дейді ғой, соны күйеуім деген іздеп бүткіл жаңағы Тараз қаласын аралап, әрең дегенге тауып келетұғын. Біреусі сынып кетеді, келесі тағы керек болады дегенде, ал система бірнеше рет салынған. Осындай қан тамырларының күйзеліске ұшыраған кезі, әрине мен ол кезде мемлекеттік қызметкері болғамын. Денсаулыққа аса көңіл бөле бермедім. Мемлекеттік қызметкер болғанда жаңағы мен жаңағы органда жұмыс жасадым. Ол кезде бізде ненормированный жұмыс дейді ғой, осындай күндіз ба түнде ма біз жұмыс жасай беретінбіз. Сондықтан ағзамды соншалықты күйзеліске түскеніне өзімнің басты кінәлі екендігімді айтамын, мойындаймын. Мінекей Алла нәсіп етіп осы бір өнім өміріме келіп, жаңағы ағзамдағы болған жаңағы барлық ауруларының қозуының қайтадан жеңіп, қайтадан жарқырап өмір сүріп жүрген жағдайым бар. Біздің отбасымызға осы бір Magic Pack өнімі, Beauty Pack өнімдері келді. Және де осы сол вирустан кейін осложнение болып тіземде разрыв мениска заднего рога, мінекей травма, жаңағы остеопороз деп айтып өттім ғой, ағзадағы макро-микроэлементтер сонымен жансақтау бөлімінде жатқанда жаңағы шәйіліп кетті ма, ағзаның соншалықты әлсіреуі орын алды ма, бүткіл жаңа сүйек опорно-двигательный аппаратта менде өте қиындық болды. Грыжам қозып кетті. Даже мінекей қабырғам да болмас жаңағы сүрнігеніме қабырғам сынып кетті. Мына жерде жазулы тұр, перелом 11-го ребра слева деп. Міне осының барлығы сол вирустың ағзаның күйзелгені, барлық хронический аурулардың барлық қоздырып кеткен. Ары қарай мен өтімді алдыртып туға тұра келді, себебі өттегі тас проходқа тұрып қалған болатын. Одан іш құрылыстарының ауруы басталды. Мінекей мына жерде барлығы жазулы тұр. Гастроэнтерологтың УЗИ-лардың результаты. Мынау сол 2020-да больницадан шыққан кезімде менде мынандай диагнозбен шыққан екен. Қазір мен соған өзім сене алмаймын. Қалай мен осы ауруды жеңдім екен деп. Мына бір диагнозды оқып берейін сіздерге, да. Компьютерный PI круг. Магнитно-резонансная томография, мынау жаңағы разрыв мениска заднего рога, компьютерная томография
мінекей степень поражения 48% болған менде солай жансақтау бөліміне түскен кезде. Ал мынау диагноз: артериальная гипертония 3 степени, риск 3, поражение сосудов головного мозга и сердца, ишемическая кардиомиология дейді. Енді қараңыз, осындай диагноздың бәрін шақыртып, больницадан шығып, ары қарай қалыпқа келе алмай жүрген кезімде осы Beverly Believer компаниясының өнімін ішу арқылы тез арада өзімнің денсаулығымды қалыпқа келтірдім деп айта аламын. Қазір аптеканың дәрісін ешқандай қабылдамастан тек осы өнімдерді ішу арқылы өзімнің денсаулығымды күтіп жүрген жағдайым бар. Мінекей мен Magic Pack өнімін, Super Omega өнімін, Top Force өнімін, For Beauty өнімдерін қабылдау арқылы отбасымызбен иммунитетімізді көтеріп жүрген жағдайымыз бар. Қазіргі мінекей сіздерге прямо көрсеткім келіп отыр. Біздің үйде бұл өнімдер кәдімгі блюдечкада тұрады. Тамақты ішетін болсақ, біртіндеп мінекей осы блюдечкадан алып, әрқайсысы өзінің өнімдерін алып, өзінің дозировкасын алып ішіп отырады. Мінекей бұл дегеніңіз күнделікті пайдалану қажетті өнімдер, макро микроэлементтер толған өнімдер. Ендігі жерде тағы да бір нәтижені қосып айтқым келіп отыр. Әрине, маған бұны айту оңай емес, алайда өзімізде отбасымызда болып отырған осы бір жағдай шын мәнінде 5-ші қыркүйекте орын алды. Кішкентай ғана балапаным оқыста машина қағып кеткен. Және оған зақым судмедэкспертиза бойынша тяжелой степени вреда деп берді. Міне эфирге біраз уақыт шыға алмай, нәтижемен бөлісе алмай қалған. Сол 5-ші қыркүйектен бастап біз денсаулық үшін күрес жасадық. Алла тағалам нәсіп етіп, балапанымның көретін жарығы бар екен. Баламды автокөлік қаққанда мен өзім барып метрмен есептеп көрдім, 7 метр жерге лақтырып жіберген екен. Ол менің кішкентай балапаным 5 жастан бастап осы коралл кальцийін ішеді. Аллаға шүкір, Алла нәсіп етіп тұрған шығар біздің отбасымызға. 5 жасынан бастап коралл кальцийін ішеді. Шынымды айтсам, Аллаға сансыз шүкір айтам. Шүкір. Балам аман. Бірінші Алла, екінші дәрігерлер. Міне жаңа бірнеше видеороликте көрсеттім ғой. Ақ халатты абзал жандар бірінші көмек көрсетіп, жедел жәрдем көрсетіп, және осы Beverly Believer компаниясының өнімін бірінші күннен ешқандай күмәнданбастан, ешкімнен сұрамастан 5-ші қыркүйек күні тасымалда деп осы коралл кальцийін, коэнзимді, тоффортты, супер омеганы бере бастадым. Және сол больницада қаншама балаларды көрдім, қиналған. Біз жатқан нейрохирургия бөлімінде өте жағдайы ауыр балалар түседі екен. Мен жай ғана айта алмаймын. Өз баламды жағдайын жақсарту үшін күресіп тұрған кезде алғашқы күндері ешкімге ешнәрсе сөйлей алмай жағдайда болдым. Алайда осы өнімді тоқтамай беріп отырдым. 6-ші қыркүйек күні менің спонсорларыма үлкен алғысымды айтқым келеді. Светлана Борисовна Бородина, Аймагүл Асылбековна Жұматаева. Мен сөйлеуге шамам жоқ, тек баламның қасында тұрмын күндіз түні. Сол кісілерге өз басымда болып тұрған жағдайды айтып жеткізе алмаймын. Ал ол кісілер сол күні Ташкентте Beverly Believer компаниясының марафоны болып жатқан. Маған баламның диагнозын көрсете отырып, қандай дозировкада беру керек деп, Санкт-Петербургтағы нутрициолог, нефролог Мадина Магомедова Абдуллаеваның балам үшін
қандай да жүрек көтеруші схемасын маған алып берген болатын. Иә, марафонда аз үзілісте маған уақыт тауып сол схеманы қалай ішу керектігін айтқан үшін алғысым шексіз. Себебі мен де адам баласымын, мен де анамын. Баламның сондай жағдайда мен беріп жатырмын әрине, бірақ одан көбірек бергім келіп тұр. Алайда балама қалай әсер етеді деп қорқақтап тұрмын. Сол кезде ол кісінің бір ауыз сөзі, яғни ол кісінің назначениесі бойынша тарал кальцийін әрбір 2 сағат сайын бір таблеткадан. Яғни біз суткасына 12 таблетка іштік. Сонымен қатар коэнзим куашты суткасына 4 таблетка. Фосфорты суткасына 4 таблетка. Ең маңызды өнім супер омеганы 3 сағат сайын бір капсула беріп отырдым. Және фосфорт өнімін қостық. Суткасына біріншіден 3 таблеткадан, одан кейін 4-5 ары қарай көбейтіп отырдық. Осылай өнімді балама беру арқылы күнделікті дәрігерлердің өздерінің емдерін, ем шараларын жасап жатты. Қосымша мен бұл өнімді беріп отырдым. Осылайша біз балама мінекей сіздерге көрсетейін. 6 айға мектепке баруға рұқсат жоқ, общественный местаға шығуға рұқсат жоқ, ВКК берілген. Соның барлығын орындап, қазір тағы да емделудеміз. Алайда Аллаға шүкір айтам, балам қазір өзін жақсы сезінуде. Айтып жеткізе алмайым алғысымды. Аллаға шүкір ғана айтам. Барлықтарыңызге рахмет айтам. Әсіресе спонсорларыма кезінде менің көзімді ашқан үшін, осы өнім туралы ақпаратты тыңдағаным үшін, мына тыңдаған құлағыма шүкір, көрген көзіме шүкір. Мына бүгінгі таңда балам көз алдымда аман есен. Аллаға сансыз шүкір айтам. Дәрігерлерге рахмет айтам. Және Beverly Believer компаниясының основателі Ли Николай Николаевичқа үлкен рахметімді айтам. ШГД СК Корпорейшнның основателіне, қызметкерлеріне үлкен алғысымды айтам. Осындай керемет өнімді клеткаларды қанықтыру арқылы қандай да бір ауру болмасын жеңіп шығу үшін әрбір ағзаға берілетін көмегін көз алдымда мен тағы да дәлел көрдім. Құрметті ханымдар мен мырзалар, енді бұл өнімді алу әрбірлеріңізге әбден мүмкін. Тек сайт арқылы, beverly.net сайт арқылы тапсырыс беру арқылы үйіңізге жеткізіп береді. Сонау мен больницада жатып, балама атына үйге заказ бердім, балам больницаға жеткізе қойды. Және бұл өнімді мен больницада балам бері қарағаннан кейін қасымдағы ата-аналарға айта бастадым. Өйткені олардың балаларының қиналғанына шыдай алмадым. Айттым. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл өнімді сіздер Алланың разылығы үшін жеткізіңіздер әрбір тұлғаға. Балалардың денсаулығы үшін, өміріміздің жалғасы кішкентай балалардың иммунитетін көтеру арқылы белсенділігін арттыру үшін ұсыныңыздар. Ал енді Ли Николай Николаевичтың 5 встреч после подписания контракта деген кітабын оқыңыздар. Бұл сіздерге үлкен энциклопедия. Бұл өнімді халыққа жеткізудің қаншалықты дәлелденген тәжірибелі ұсыныстар. Сонымен қатар, құрметті ханымдар мен мырзалар,
Beverly Believer компаниясының 9 жылдық мерейтойы Алматы қаласында өткелі отыр. Сол мерейтойға барыңыздар. Қолдарыңызбен ұстап өнімді үткен адамдарды, қандай бақытты көздері жарқырап, сахнаға шыққан бақытты кісілерді көріңіздер. Деніңіз сау болғысын десеңіз, Beverly Believer компаниясының өнімін үзбей жылдап ішіңіз. Ал бақытты болғыңыз келсе, Ли Николай Николаевичтың жапондық маркетологтармен ұсынылған бинарлық әдістемемен халыққа ұсына отырып, өз арман мақсаттарыңызға жететіндеріңізді үлкен сеніммен айтамын. Ең басты денсаулық, деніңіздің саулығын ойлаңыз. Ары қарай барлығын бағындыруға болады. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі вебинарға қатысқан барлық тұлғаларға үлкен алғысымды айтамын. Нәтижесімен бөліскен серіктестерге үлкен рахметімді айтамын. Және де осы ортада менің балама ұстаздық етіп, білімін жалғастырып отырған Мадина ұстаз болса, бір-екі ауыз сөз қосып айтуын сұраймын. Осында да бар ма екен? Ол кісі маған бүгін ғана сұрақ қойды. Осы сіздің балаңыз көз алдымда жақсы бола берді. Сіз осы не бересіз, постоянно келіп сумен бересіз, бір өнімдерді, бұл өнім туралы маған айтыңызшы деді. Бүгін бірінші рет сұрақ қойды. Алла тағаланың өзінің шеберлігін қараңызшы. Бүгін мен өзім балаларды құқығын қорғау күніне арнап, ата-аналарды менің айтқан әрбір сөзім жүрегіне жетсін деп, бүгінгі вебинарда балаларға арнап отырсам, ол кісі сол сұрақты маған қояды. Мадина ханым, ортада бар болсаңыз, менің ортаға бір-екі ауыз сөзбен шықсаңыз. Кіре алды ма екен ол кісі? Мүмкін кіре алмаған болар. Иә, ештеме етпейді. Иә, ол кісінің айтуы бойынша, әпке, мен де осы өнімді балама берсем болады ма, көмектеседі ма деп сұраған болатын. Әрине көмектеседі. Әрине көмектеседі, барлықтарыңызға көмектеседі. Балапандарымызды аялап, мына алақанда ұстайық. Әрбір алақан ананың алақаны, баланың жұмағы. Әрбір балаға беретін мейіріміміз, аялы алақанымыз сіңімді болсын. Алла тағала қолдап, балықтарымызға денсаулық берсін. Мына өнімдер әрбір отбасына бұйырсын деген осы бір ақ тілегімді жеткізгім келіп отыр. Амин. Аллаху акбар. Сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен өте бақыттанамын. Сау болыңыздар. Recording stopped.